көрермен, эфирде Атқан таңға ақ тілек бағдарламасы жүргізушісі мен Айтқожа Еркеназ. Бүгінгі біздің бағдарламамыз Семей музейінде болмақ. Студиямызда қонақта ақын халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан жазушылар одағының басқарма мүшесі, Алматыдағы Сәбит Мұханов пен Ғабит Мүсірептің әдеби мемориалдық музей кешенінің басшысы Қайырбеков Әділғазы Жақсылықұлы. Қош келдіңіз аға, Абай өңіріне. Ең бірінші сұхбатымызды бастасақ, өзіңіздің өмір жолыңыз, шығармашылық жолыңыз туралы айтсаңыз. Мен өзім де осы Семей өңірінің тумасымын. Мына Абай облысы құрылып жатқан кезде қуанған, мыңдаған, миллиондаған адамдардың біреуімін. Өйткені үлкен әділетті шешім болды. Облыстың, өңірдің өркендеуі үшін өте қажет болатын. Мен осы бұрынғы Семей облысының Ақсуат ауданының Сұлтал деген совхозында мектеп бітірдім, 10 жылдық мектепті. 2010 жылы ауылымыз суға кетіп қалды. Сөйтіп ауылдағы мектеп, клуб, мәдениет үйі, басқа. Соның бәрі де жоғалып кетті. Сөйтіп ауылдан қашықта бір 3 шақырым жерде жаңа ауыл пайда болды, Жәндікей ауылы. Енді ол ауыл біздің жүрегімізге жақын, бірақ енді ол біздің туып өскен оқыған жеріміз емес, ондай емес. Сондықтан да біз әрі ойласып, бері ойласып, мына мектеп бітіргенімізге 50 жыл толуын Семей қаласында атап өтейік. Содан кейін Абай музейінде болайық. Таңертең құрбан болып кеткен достарымызды еске алып Абай мешітінде құран бағыштадық. Енді ертең 16 күні Жидебайға жол тартпақшымыз. Ал енді Әділғазы Қайырбекпен біз жас кезімізден бірге өсіп, осындай бірге келе жатқан азамдарымыз, семьямызбен араласып, бала-шағаларымызбен амандасып, отбасымызбен. Бұл Әділғазы, бұл өлең шумақтарын осы мен білетін 69 жылдан бастап өлең жинақтары шығып келе жатыр. Мен білетін, оның алдында жазып жүрген шығар, мен сол уақытта келгенмін. Сондықтан біз осындай Әділғазы Қайырбеков жаңа айтып кетті ғой, ақын, журналист, халықаралық әдеби Алаш сыйлығының лауреаты, ғалым, мынау филология ғылымының кандидаты, және тағы да жаңағы үлкен белестерін айтып кетті. Сондықтан біз осындай арамызда осындай азаматтар, осындай кластасымыз бар екеніне өте қуанамыз. Көп рахмет. Ал енді мынау балалық шақтан келген уақытта, балалық шағымыз бірге өтті. Жаңағы кішкентай өлеңдер жинағын жазып, өлеңдер жазып жүрді. Сол уақытта біз енді кішкентай ғана бір немене 3 минут уақыт бердіңіз. Сонда бір кішкентай ғана бір немене жастық шақ қой, балалық шақ, кішкентай махаббаттың енді оянып келе жатқан шағы деген сияқты бір өлеңдер жаздырып, елдер жанталасамыз осында бәріміз. Анамыз бар, бір науыры бар, Әділғазы осылай жазсаң қалай болады деді. Сөйтіп жүрдік, өзінің жазған өлеңдерімен адамдарға апарып, доспыз ғой, соларға апарып беріп жүрген азаматтың біреуімін. Арманымен аңсаған бақ құсындай, кінәтпаймын мен саған еш уақытта, бақытты бол, өмірде бұдан былай деген бір кішкентай ғана өлеңдерді. Сөйтіп Абайдың шәкәрімнің рухына тәжім етіп қайтпақшымыз. Біздің 50 жылдық тойымыздың үлкен бір жоспары осындай. Шығармашылығыңызға жеке тоқтала кетсеңіз? Құстың қос қанаты сияқты болды өзі. Мына мен журналистикаға да араластым, ғылымға да араластым. Өлең деген дүние, ол өмір бақи өзімнің көңілімді тербеген, ештеңеге айырбастамайтын менің шығармашылық жолым. Абайдың жолы. Абайға табынып, Абайдың ізін қудық. Сол жолда біраз дүниелер жазылса, соның бәрі Абайдың рухына тағзым етуден басталды деп ойлаймын. 1955 жылы дүниеге келдім. 60 жылдығымды атап өткен жоқпын.
бірақ сол 60 жылдығымды бір есте қалдыру үшін өзімнің ұзақ жылдар жаңағы айтылған баспасөзде істеген қызметім бар, музейде істеген қызметім бар, әдеби ғылыми жұмыстарым бар. Соның бәрін есте қалдырайын деп, бәр жазған сызғанымды жинақтап, 10 томдық шығармалар жинағын шығардым. Оның 3 томы өлеңдер мен балладалар, қалған түгел жаңағы әдеби ғылыми зерттеу мақалалар. Міне сөйтіп өзім бір шығармашылық есебімді жасадым, түгендедім. Тіл күйдірер шоқ жатады түбінде, мына жұрттан сауда жасап озбасаң, сөзге қонақ беруді жұрт ұмытты, сөзді қорек қылсаң тағы сорлайсың. Сөзбен ойнау дегенің де сөз емес, тілге тиек сөз бастасаң тәуірлеп. Сөздің парқын түсінетін кез емес, сөз сапыру бара жатыр дәуірлеп. Қызыл сөздің қоламтасын қозғасаң, тіл күйдірер шоқ жатады түбінде, мына жұрттан сауда жасап озбасаң, сөзбен ұзым демей қой бүгінде. Әкем жаңа белесебет әперді, әлем жайнап түрленді ғой жүз біткен. Ардуық деп аталатын көк темір, шешем айтты, абайлап жүр, ептеп жүр. Фарлары бар, қызыл, сары, көк түсті, ершігі бар, доп секілді теп-теңбіл. Құйғытамын қара жолмен шаң өріп, түнде ғана тынығамын шөгеріп. Тауға, тасқа, сайға дөңге саламын, танытамын неше түрлі шеберлік. Ардуылығым үлкен емес шақ қана, достарыма көрсетемін мақтана. Құдыш пенен тұрсын қатты қызықты, қарап тұрды үлкен кіші топ бала. Белдеуіне іліп алған жан торсық, қоңырауы күшті деді паң тұрсын. Одан кейінгі жылдар міне тағы да жалғасып жатыр. Енді мына биыл мектеп бітіргеніміздің 50 жылдығына байланысты осы Семей қаласында өткізетін болғандықтан Абай музейі осындай арнайы шығармашылық кешіңізді өткізіңіз осында деген ұсыныспен музейдің басшылығы бар. Соның бәріне келісіп рахмет айтып отырып, соны келіп отырмыз. Жақсы. Өзіңіз жұмыс атқаратын Алматы қаласындағы жаңағы Сәбит Мұханов пен Ғабит Мүсіреповтің, яғни музей туралы тоқтала кетсеңіз, қай жылдан бері жұмыс атқарасыз? Ондағы біз білмейтін құнды жәдігерлер туралы айтсаңыз? Мен университеттің филология факультетін бітірген жылы сол музей ашылайын деп жатқанда келіп, соның алғашқы экскурсоводы болдым. Одан кейін бірақ 20 жыл бойы баспасөзде қызмет істедім. Лениншіл жаста, халық кеңесі, қазақ елі, шалқар дейтін газеттерде. Ал 2000 жылдан бастап Сәбит Мұханов пен Ғабит Мүсіреповтің әдеби мемориалдық музей кешенінің директоры болып қызмет атқардым. Сондықтан бұл музей мен үшін өмірім, тағдырым сияқты болып кетті. Мысалы, ондағы 12 мыңнан аса 13 мыңға жуық экспонаттардың ішінде қайсысы қымбат деген сөз, ол үлкен мәселе. Бірақ соның ішінде мысалы Көкейде тұратын бір жәдігер бар, ол мысалы Шоқанның бәкісі. Шоқан Уәлихановтың кәдімгі өзімнің қолына ұстаған бәкісі. Оны біздің музейге Шот Аман Уәлихан, Уәлихановтардың кейінгі ұрпағы белгілі жаңағы біздің елтаңбамыздың авторларының бірі, белгілі біздің анау тәуелсіздік монументінің авторларының бірі. Оны сол кісі тапсырған. Оның тапсыру себебі Мұқановтың 30 жыл өмірі Шоқанды зерттеуге арналған. Ол туралы монография жазды, ол туралы пьесалар жазды, ол туралы жаңағы Аққан жұлдыз дейтін атақты романын бастап, аяқтай алмады. 2 томын жазды, 4 том деп есептелген, аяқтай алмады. Міне сол 30 жыл бойы Шоқанды зерттеген Сәбеңе деген құрметім болсын. Осы Шоқанның бәкісі 19 ғасырдың жәдігері осы музейде тұрса деп тұруға тиіс деп ол кісі тапсырды. Сұхбатымызды осы кеш қонақтары, кеш жүргізушісімен жалғастырсақ? Жақсы. Жақсы, рахмет. Түркі әлемінде жоқ. Енді оны қайдан алып тауып тұрсыз? Солай деп айтуға негізі болатын қандай мүмкіншілігіңіз бар деп айтуларыңыз керек қой, солай емес пе? Пушкиннің музейі бар, анжақта Толстойдың музейі бар, Шекспирдің музейі бар Европада. Сонда бұл неге бұл музей солардан артық болады деген сұрақ туындайды ғой. Әлде әркім өзі жүрген жерді мақтай бере ме деген. Олай емес, оны дәлелдеп көрейін. Біз 5 тараптан тұрамыз осы музей сіздерге.
Бес тарап дегені ең бірінші Хакім Абай. Ол өзі жатқан бір ғұлама, де. Екінші қазақтың классик жазушысы Мұхтар Әуезов. Ол да осы музейде. Үшінші ақын ойшыл Шәкәрім. Ол да осы музейде. Содан төртінші Абайдың ақындық мектебі дейді, 30-дан астам ақын. Солардың барлығы осы музейде. Содан кейін ар жағы Алаштың алыптары дейміз, ол 100-деген, 500-деген адам. Ол да бізде. Сонда осыншама дүниенің барлығы бір музейдің басында жинақталып тұр. Сол үшін де біз республикалық музейіміз. Енді жақында біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев қолдау жасады. Жаңадан Абай облысы болдық. Сонда енді бәлкім қазір құжаттар дайындап жатырмыз. Бәлкім сіздердің кездесулеріңізден кейін, сіздердің жақсы ниеттеріңізден кейін болып кетуіміз мүмкін. Бізге қазір мынау Казгу дейміз, Әл-Фараби атындағы Ену дейміз, сол үлкен драм театры бар ұлттық, сондай ұлттық статус бергелі жатыр бізге. Енді Әдекең жайында айтатын болсам, оны сағаттап айтуға болады. Енді мына осындай үлкен жалпы той деп есептеймін. Соның ішіндегі жеке Әдекең тойына келіп отырмыз, солай емес пе? Мына сіздің класстастарыңыздың солай ғой, мен қателеспесем. Класстастарыңыздың даналығы сонда, барлығы тойға келіп отырып, музей танушы болғаныңызға бүкіл енді Қазақстан жұрты құрмет жасап отқан бір бөлік. Класстастардың құрмет жасау, ол қиын нәрсе ол. Қай-қай отырған қасқа жігіттер, сондықтан енді қолымызда бар кезде сізді құттықтап алайық, дұрыстан. Содан кейін айтады, Әдеке жүр кеттік деу мүмкін де. Так, міне алғыс хат. Құрметті Әділғазы Жақсылықұлы, сізді Абайдың Жидебай бөрілі мемлекеттік қорық музей ұжымы атынан Абайға апарар жол тақырыбындағы шығармашылық кешіңіздің өтуімен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге қазыналы қазақ әдебиетінің қамбасын байытқан қаламгер, алдағы уақытта да әдеби мәдени шығармашылыққа негізделген байланысымыз нығайып, Абай ұлағатынан қуал алып, Хакім Абай сөзінің сәулесін сезініп еңбек ете беруіңізге тілектеспін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, шығармашылығыңызға толайым табыстар тілейміз. 50 жыл аз емес, шын айтқанда. Соны бір атап өтейік деп, біз сөйтті де ауыл жоқ. Ауылдағы мектебіміз де жоқ, клубымыз де жоқ, мәдениет үйде жоқ. Содан біз қатты қайғырдық. Бірінші Абай мешітіне барып Құран бағыштайық, шейіт болып кеткен достарымызға. Кітапханаға тапсырудың реті келген, мен Абай музейіне осыны бүгін тапсырайын деп тұрмын. Осы шығамызға байланысты. Қанты Мүсірептің музейі. Сонда мен біраз жылдардан бері бір Мұқановтың хатханасы, письматика Мұқанова дейтін кітапты 2018 жылы шығардым. Биыл Мүсірептің 120 жылдығында Мүсіреповтің хатханасы, письматика Мүсірепова дейтін хаттар жинағын жарыққа шығардық. Бұл өте бір архив ақтарумен жеңілдеген дүние, сондықтан оны сіздер түсінесіздер деп ойлаймын. Және өзімнің Назғоңыр дейтін өлеңдер жинағымды қосып тапсыруға рұқсат етіңіздер. Семей халқына туған жеріңізге деген ізгі тілегіңіз болса, Абай облысы болды ғой, соған байланысты. Абай облысының өркендеп өсуіне, Абай, Шәкәрім, Мұхтар елінің өркендеп өсуіне әр уақытта тілектеспін. Өзім туып өскен Ақсуат ауданында өркендеп өсуіне, Тарбағатай өңірінің өркендеп өсуіне және ондағы азаматтардың абыройлы жұмыстарына, шараларына әр уақытта тілектеспін. Жақсы, рахмет аға сұхбатыңызға. Сізге денсаулық, шығармашылық табыстар тілеймін. Қаламыңыздың сиясы таусылмасын, жазарыңыз көп болсын. Сау болыңыз аға. Үлкен рахмет. Бүгінгі біздің Ат хаттан ақ тілек бағдарламасы өте ерекше форматта түсірілді. Семей қаласындағы Абай музейінде Қайырбек Әділғазы Жақсылықұлының шығармашылық кеші. Осымен бағдарламамыз өз соңына жетті. Құрметті көрермен, келесі кездескенше қош сау болыңыздар.